Пациентпен бастапқы байланыс орнату, амандасу, өзіңізді таныстыру, пациенттің атын білу, шағымдары мен анамнез жинау, кенеттен басталған бас ауруы, жүрек айнуы, шөлдеу, көрудің нашарлауы, жүрек қағуы, дененің дірілі, гипотензивті препараттарды уақытылы қабылдамау. Өмірлік маңызды қызметтерінің жалпы жағдайын бағалау, сананың күйі, қозғау, есеңгіреу, ессіз күй, демалу, тахипноя болуы, ортопноя, беттің гипермиясы, ісінулердің болуы, медициналық манипуляцияларды жүргізуге келісім алу, науқастың жағдайын бағалау, қан қысымын екі қолда өлшеу, жүрек соғу жиілігін анықтау, пульсті өлшеу, нәтижелерді түсіндіріп, түсініктеме бере білу. Артериялық қан қысымы 190-130 мм сынып бағанасы. Пульсы 100 болып тұр. Жүрек тоғындары бәсеңдеген, тахикардия. Бүкіл ақпаратты жинай келіп, бұл науқасты бізде болжамды диагноз гипертензиялық криз деп қойдық. Пациентке жағдайы мен диагноз туралы түсіндіру, ары қарай емдеу тактикасы жайлы айту. Пациентті жатқызу басын жоғары көтеріңкі қалыпта. Қолданылатын гипертензивті дәрілер: каптоприл 25 мг тіл астына немесе нифедипин 10 мг тіл астына енгізіледі. Егерде ол екеуінен де ешқандай нәтиже болмаған жағдайда бізде визотенс 0,2-0,4 мг ішке тағайындалады. Веналық енгізу препараттар: эналаприлат 1,25 мг 10 мл физиологиялық ерітіндіге салынады. Тахикардияны тоқтату үшін 25 мг метопролол немесе 5 мг бисопролол перорально тағайындалады. Артериялық қан қысымын 25 минут сайын бастап бақылап отыру қажет. Жағдайы жақсарған жағдайда амбулаторлық емге қалдырып, кейіннен тұрақты антигипертензиялық терапия тағайындалады. Ал егер жағдай нашарлаған жағдайда немесе криз жағдайда тоқтамаған кезде стационарға жатқызу керек.